Баршаңызға қайырлы күн, менің көрермендерім және подписчиктерім. Менімен бәрі оңай каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Мадина. Бүгін сіздермен осындай өте дәмді қияр мен помидордан тұздалған асорти және қияр жабатын боламыз. Осы рецептпен дайындап жүргеніме 20 жылдай уақыт болды. Дәл осы рецептпен сіздер де дайындайтын болсаңыздар, қиярларыңыз қытырлақ, дәмді болып, атылмай, қысқа жақсы сақталатын болады. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, келесі қандай видео көргілеріңіз келеді, пікірлеріңізді жаза отырыңыздар. Және де келесі менің видеомды жіберіп алмау үшін қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Видеом ұнап жатса, достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Енді бізге қияр, помидор, укроп, хрен жапырағы, тәтті бұрыш, лавр жапырағы, чеснок, қара домалақ бұрыш, қалампыр, тұз, қант, аспирин керек болады. Керек заттарды астына описание бөліміне жазып қоятын боламын. Қиярларымызды суық суға салып, 2-3 сағатқа қойып қоямыз да, сосын басы мен аяғын алып, марлының көмегімен қиярларымызды жақсылап 2-3 қайтара жуып алуымыз керек. Сосын тағы 1 сағатқа суда қалдырамыз. Помидорларымызды да жақсылап жуып алуымыз қажет болады. Банкаларымды кастрюльде қайнап тұрған суға осылай бір-бірден қайнатып алдым. Сосын кейін қақпақтарымды дәл осы кастрюльдегі суға салып, оларды да қайнатып алдым. Банкаларымызға 2 лавр жапырағын, 3 бас чеснок, 6-7 қалампыр, 13 штук қара домалақ бұрыш, 4-5 штук гвоздика, 4 тілім тәтті бұрыш, 1-2 хрен жапырағын, укроп салдым. Көбіне укроптың бас жағын, яғни зонтигін пайдаланып жатады, ал сіздер де солай пайдалансаңыздар болады. Енді қиярларымызды әдемілеп тізіп, үстіне помидор салып, жинап шығамыз. Солай қылдырып, екінші банкамызды да әдемілеп қиярларымызды жинап аламыз. Міне банкаларымызға қияр мен помидорларымызды тізіп, енді қайнап тұрған ыстық суымызды құйып, 10-15 минутқа қалдырамыз. Сосын суын төгіп, дәл осылай тағы бір рет қайталаймыз. Суды 2 рет құйып, 2 рет төгу керек болады. Енді 3 литрлік банкаларымызға 1,5 ас қасық қант, 3 ас қасық тұз, 3 аспирин, 1 чай қасық 70% уксус құямыз. 2 литрлік банкаларымызға 1 ас қасық қант, 2 ас қасық тұз, 2 аспирин, жарты чай қасықпен уксус құямыз. Міне тұз, қант бәрін салып алдық. Енді қайнап тұрған ыстық суды құйып, қақпағын бірден бұрандамен бұрап жауып тастаймыз. Одан кейін кішкене еңкетіп жатқызып, дөңгелетеміз, ішіндегі қант пен тұзы еру үшін. Сосын кейін жылылап, 1 тәулікке жауып тастаймыз одеялмен. Сіздер де осындай қияр дайындап, Аллахым сіздерге де осы қиярды қыстың күні жеуге нәсіп етсін. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет.
Каналыма тіркеліп қойды ұмытпаңыздар. Сау сәлеметте болыңыздар. Қазақша каналдың дамуына атсалысып жіберіңіздер. Мен сіздерді жақсы көремін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш, бай да қуатты болайық, ағайын.